Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен бірге мен БЖП жауаптарын салатын. Бүгін бізде әдебиеттен нөмірі 1 БЖП болады. Және де бұл 8 сыныпқа арналған. Бізде көрсетілгендей бірінші кестеге ойымызды жазамыз, яғни нақыл сөздерді пайдалана отырып өзіміздің ойымызды жазамыз. Және де оның астына екеуін сол нақыл сөздерді қатыстырып, үшеуінің де ұқсастықтарын жазамын. Екінші тапсырмада бір қадамдар көрсетілген, және сол қадамдар арқылы бір кейіпкерге хат жазамыз. Мен де жаздым. Мен бірінші қадам бойынша сол 3 нақыл сөзді пайдаланып, соның біреуін таңдадым, және сол нақыл сөзде көрсетілген кейіпкерлердің біреуін таңдадым. Және сол нақыл сөзді пайдалана отырып, соған қатыстырып сұрақтар қойдым, және сол сұрағыма 4-ші қадам арқылы жауап бердім. Және 5-ші қадамнан мен кейіпкерге ұсыныс жаздым, яғни мынандай болмайды деп. Қазір мен оны келесі фотода көрсететін боламын. Менің жауаптарым осындай. Мен дейтін біріншісінде өз ойымды жаздым, яғни келтіруге тырыстым. Және екінші тапсырмада мен ұсынысты әдейі қалдырып кеткен болатын, мен оны аудиомен айтамын. Егер түсінбей жатсаңыздар, комментарийге жазуға болады, мен бәріне жауап беруге тырысамын. Және фотоны бүйтіп қойғаным, андай аударып қойсаң ол дұрыс көрінбей қалады, сондықтан сіздерге ыңғайлы болу үшін өйстіп қойдым. Ұсынысқа келетін болсақ, мен оны бір басқа фотоға қоям деп шештім, себебі мына айтқаннан кейбіреуіне естілмеуі мүмкін, сондықтан мен оны келесі фотоға қоямын.